Ассалаумағалейкум, құрметті ғалым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Мен бүгін сіздерге мынау ешкі сауатын орнымыз жайлы көрсеткелі тұрмын. Бұл жерде 3 ешкіні қатар сауға арналған. Жалпы күндігіне қазір бізде бұл жерде 60 ешкі сауылады, 60-тан аса. 3 есік көпірсті, 1, 2, 3. Үшіншісі көбінесе қолданылмайды. Бұл жерде өйткені мына жерде су ағары бар, жаңбыр суы, жалпы енді күрт су мына жерден ағатты, ары қарай қораның ішіне жиналған су бар. Сол үшін мынау есік үлкендеу жасалған. Негізінен қолданылады мынау екеуі. Жалпы мынау басынан арғы басына дейін 2,5 метр. Бұның ерекшелігі мінекей, мына жерден ешкі кіреді, шығады, мына жерде жем жеп тұрады. Мына жерде мынандай несі бар, басын салып жем жеп тұрады. Неге мынаның ішінде қазір қап тұр? Негізінде бұл ішінде жем салынған. Бұл жерде қап тұрған себебі тауықтар ішіне кіріп жемесін деген мақсатта қазір қапты салып қойғанбыз. Мына жерде отырып былай сауылады. Мынау толықтай жабық, ар жағы мынау пластик, ар жағы қоршалған, толықтай жабық. Мінекей үсті, асты, айналасы. Ешкі үркімеу керек. Егер де ешкі үркейтін болса, онда дұрыс тұрмайды, шошиды. Және мынаның ең басты, бұл ашылады, сауылған ешкі ар жағына қарай өтіп кетеді. Біреуін сауып болдың, жабасын, болды. Содан былай қарай екінші ешкіні кіргіземіз. Ол кіреді, жем жеп тұрады, боласыз, қайтадан жібересіз. Яғни сауылған ешкілер мен сауылмаған ешкілер бөлінеді екіге. Асты ашық, астында жем салынған шелек бар. Мына жерде отыратын орын. Мына жерде зорка мать, құлап қапты. Су құятын ыдыстар, мына жерде кішкентай тряпка бар, қайшы бар деген сияқты. Мына жерге қап қыстап қойған, көлеңке болсын деп. Сонымен дәл осындай принциптен ар жағында да екіншісі және одан ар жағында да бар, ол дұрыс қолданылмайды. Қазір бізде осы екеуін қолданамыз. Күніне шамамен 60-тан аса ешкі сауылады. Сондай 60-тан аса ешкі мынау бетте тұрған ешкілер, неге қазір көрсетейін. Мына жерде тұрған, осы қорада тұрған ешкілер ар жаққа өтеді, ана есік жабық тұрады. Мынада тұрған ешкілер ары қарай өтеді. Қай ешкі сауылды, ананы саудың ба, мынаны саудың ба деп бір-бірімізден сұрап жүрмейміз. Екі сауыншы бірден сауып шығады. Мінекей жұмыс жасау принципі осындай. Сонда мінекей есік ашылды, ешкі кірді, ар жағында сауылып болады. Ешкілерді сыртқа шығып ешкім айдап жүрмейді. Осы жерде бір орында тұрып, қолмен есікті ашасың, ешкі кіреді, бер жағынан шығарып жібереміз. Мінекей қазір жаңбырлы болып жатыр, жаз. Сондықтан да мына жерде қазір су ағар бар, оның қазір видеосын бөлек салып көрсетермін. Ар жағында біздің ешкі сауатын орнымыз осындай. Таңертең және кешке 2 мезгіл сауылады ешкілер. 3 мезгіл саууға да әрине болатын еді. 3 мезгіл саусақ көбірек сүт алатын едік, бірақ ол қаншалықты тиімді деген сұрақ туындайды. Мына жерде мінекей лестницасы бар, есіктен ашқан кезде қаншалықты тиімді деген сұрақ туындайды. Өйткені еңбегің тағы да 50%-ға артады, жұмысың көбейеді. Ал сүт бәрібір 50%-ға көбеймейді. Бір шамамен ары кеткенде 20-25%-ға сүт көбейгенімен жұмысы 50%-ға артады. Яғни түсте тағы да ешкілерді жайылымнан айдап алып келуге керек болады. Жемнің мөлшері, жем шексіз мөлшерде тұрады, қалағанынша жейді. Себебі біз қазір сүттің сату бағасы 700 теңге, ал 1 килограмм жемнің сатып алу бағасы 70 теңге болып жатыр бидай. Сондықтан да қалағанынша жейді. Ал
шөпті даладан жайылып келеді. Қазір ешкілер далада. Мен түс уақыты, сондықтан да таңертең мынау шығыс жақ бетке таңертең күн түсіп, мынау күн түсіп мен ана жерде отырамын ғой. Күн түсіп соған кедергі жасайды, сондықтан да осындай амалын тауып қаптастырып қойғам. Келесі мына жерде тағы да бір сауыншы отырады. Бұл жерде де дәл солай. Ештеңе несі жоқ, айырмашылығы жоқ. Үстіне бір қатар ғана шифр қойылған. Шифрның ұзындығы қателеспесем 175 сондай болу керек, ал былай енінен 1 метр 40 сантиметр егер қателеспесем, ұзындығынан 2,5 метр, 2,5 метрді 3 секцияға бөлінген, 3 есік. Алдынан шифр тек 10 сантиметр ғана шығып тұрса, ал артынан көбіректеу шығып тұр, өйткені жаңа айтқандай жемге су тамып, су болмау керек. Жем ашиды, ашығаннан кейін бөлінеді. Мінекей, ешкі сауатын жеріміз осындай. Таңертең және кешке 60 ешкіні сауып алып отырмыз. Бұдан алдын қораның ішіндегі, мынау енді даладағы жаздығы мезгілде, ал қораның ішіндегі видеоны да салғанмын. Ол жерде сауын аппаратына арнап жасалғандықтан екі жағынан екі ешкі тұрады да, ортасына аппарат қойып солай сауылатын жер болған. Ал мынау сыртта далада орналасқан. Даладағы сауылатын жеріміз. Сауылған сүтті мына жерге шелек келтіріп байлап қоямыз. Сол жерге сүтті құйып отырамыз, үстіне жаңағы марлы қойып қойып. Мінекей, осы